Кеше бөлемнің үйінен бесік той ма бірдеңеден келген әйелім азаннан кеттік дейді маған. Кеттігі нес? Кеше мен бір тәуіппен жолықтым. Сразу сен айтты. Ап кел деді. Әйтпесе жаман боласың сен. Денің сау ма? Айдаладан не қылған тәуіп ол? Бас аяғы жоқ, менде несі бар? Деп жатырмын да менді. Сөйтсем айтады, ол керемет. Баяғыда бір атасы тәуіп болған. Сол кісі түсіне кіріп, адам емде деген. Содан қасиет қонған. Қазір адам қарайды. Кеше маған сені, ой тұра тұршы сен. Баяғыда мағанда атам түсіме кіріп, пианино аласың ба, баян аласың ба деген. Баян алам деген. Пианино алып жүруге ауыр болғасын. Сосын базардан баян сатып алған ем. Тұр әне шаң-шаң боп. Атамнан да хабар жоқ. Мен де баян тартып үйренбедім. Сүйтесің да сен, сүйтесің. Бірден айтса, бірден айтып, лағып отырасың. Саған жақсылық ойлап отырған мен де ақымақ. Біздің қатын бір ашуланбасын. Бір ашуланса, дүниені төңкеріп тастайды ол. Гитлердің орнында болмай қалған. Гитлердің орнында болса, Барбаросса құрмай-ақ Сталиннің басын сандыққа тығып кетер еді. Жалпы әйел деген қызық халық. Олардың ұсынысын үндемей тыңдау керек. Сонда ғана айқайдың себебін түсінесің. Түсінгенім, бөлемнің әйелінің құрбысы тәуіп екен. Соған бал аштырған ба бірдеңе, сөйтсе айтыпты. Күйеуіңе бір жасыл көн әйел көз тігіп жүр. Алып кел, мен оқып берейін деген ғой. Содан қатыны құрғыр таң атпай шала бүлініп жатыр енді. Бір айлықтан бір айлыққа сүретіліп зорға жетіп жүрген мына мені қырын алып жүрген нағылған ақымақ екенін ет білсін. Ұрыстың аяғы өзіме қызық бола бастады. Қызық болғанда қырма сақал жасқа келгенімде қыз қарамайтыны белгілі. Ананың кім екенін білгім келді. Оңашада тәуіптен сұрап алайын деген ойым бар. Сөйтіп ойда жоқта жолға шықтық. Кештетіп жеттік. Бөлем қалбалақтап қуанып қарсы алды. Көріспегелі біраз болған. Жалпылдап жағдай сұрап жатырмыз. Жайшама деп қояды. Оқытылуға келдім. Де ыңғайсыз екен. Жүрген сол, дедім. Біздің бір жақсы жеріміз әншейіннен әншейін жүре береміз ғой. Қыздар жағы бірден іске кірісті. Бөлменің бекесі телефонға жабысты. Ойпырмай, не болар екен? Деп отырем, бағым ба, сорым ба білмейм. Тәуіп бүгін кеш болып қалды. Ертең азанмен барайын депті. Дедім де қойдым. Әйелімнің әп-әдемі жоспарын күн бата бөлем құртты. Күнде келіп жатқан жоқсың, деді. Екеуміз тамақтан кейін сыртта темекі тартып тұрғанда, жүрсей, мына жерде кафе бар. Жазған құлда шаршау бар ма? Оқытылу ертеңге қап тұрғасын мақұл дегем. Әйелдердің бір жақсы жері әңгімеге кіріссе, айналаны ұмытып кетеді. Біздің жоқ екенімізді кештеу байқапты. Байқаған кезде телефонға жармасқан болу керек. Екеуміздікі бірдей жырылдады. Бірақ кешігіп қалды. Олар хабарласқан кезде біз Американың президентін жерден алып жерге салып жатқанбыз. Ал іркес-тіркес етектері желбіреп артымыздан жеткенде бірінші шөлмекті құлатып, екіншісін орталап, кім бастағаны белгісіз Элисинді
есімізге түсіріп, ол болғанда оны үйтіп, бұны бүйтіп жіберетінін айтып отырғанбыз. Тауып таң атпай келді де, мыналарың ішіп алған дегені, оны білу үшін көріпкелдіктің қажеті шамалы. Программамыз айтып тұр емес пе? Бүгін оқымаймын. Мастығы тарқамаған, моншаға түсіріп, жуындырып, дәрет алғызыңдар. Кешірек келемін. Деп қалай тез келсе, солай тез кетті. Оқығанына береміз деген 5000 теңгеміз бар тұғын. Әйелім берген екен, оны алыпты. Онысына да рахмет. Біздің пәруайымыз пілік. Аналарға әбігердің 2-ші сериясы басталды. Моншаға түсіру керек. Орталыққа жіберуге болмайды. Таппай қалатындарын біліп тұр. Бұл жақта тағы 2 бөлім бар. Сосын амал жоқ. Үйіндегі моншасын жақты. Ол қызғанша ұйықтап ес жинадық. Обалы не керек? Жарықтықтар қанша бұрқылдаса да бізді ойлайды. Сорпа істеп қойыпты. Онысын ішіп алдық. Бірақ басқа нәрсе керегін екеуміз де біліп тұрмыз. Айтуға тіл қысқа. Қысқа болғанда қорыққанымыз емес. Тәуіптің ішпесін дегені қиын тиді. Ана жақпен байланысы бар бәле. Бұл еркек деген халық көмейі бүлкілдесе амалын табады. Бөлем қай кезде екенін білмедім. Жып еткізіп, бір досына ызбандап үлгеріпті. Шомылатынымызды айтыпты. Сол досы келді. Онымен бұрын 1-2 мәрте дастарқандас болғаным бар. Айналайын ақылы бар жігіт екен. Машалкасына орап 2 шиша бір бәдірен тығып келгенін байқады. Қайтесің? Ыстық моншада закускамыз жалғыз бәдірен болғасын оңсын ба? Үшеуміз терлеп шықтық. Шыққан бойда тамаққа қарамай кешегі суатымызға тарттық. Өмір деген сол да, әйелдер күйеуіне тек сау кезінде айтқанын істетеді. Еркектер мас кезінде білгенін істейді. Ішіне бірдеңе түссе, қоқиланып шығатыны тағы бар. 2 шиша оңай ма? Ашықтан ашық еркек екенімізді, қожайын екенімізді, ешкімге бағынбайтын, әсіресе әйелдерге бағынбайтын, бас имейтін, сондай бір намысшыл, керек десең армияда пол жұмай қойған мужиктер екенімізді беттеріне айтып, сүйретпемізбен, мойнымыздағы сүлгімізбен кеттік. Қосақтарымыз қалды, өздерімен өздер қосақталып. Осы отырыста бөліме сапарымыздың сырын аштым. Несін жасырайын оның? Ертеңіне ақылымыз кірді. Кіргенде де шынымды айтайын, ішуге жарамай қалдық. Сосын қайтадан моншаға түсіп, әл жинап, күттік Тәуіпті. Ол да айтқанынан қайтпайтын біреу екен. Күн кешірек келді. Алдыңғы күні күн кешкіріп кетті. Анау мынау демей, оғи салса бәледе жоқ. Соған қырсығып қалғаным бар. Әрі білгім кеп, қашаннан бер Тәуіпсіз дегем. 5 жыл болды, атам түсіме кіріп, деп әйелімнен естіген әңгімені қайталап отырмаған. Атаңызды бұрын көргенсіз бе тірі кезінде? Көрмедім. Онда қалай тандыңыз? Мүдірген жоқ. Осындай да осындай. Сақал мұртты, шапан киген кісі деп папама айтып ем, ол атаң болады қызым, деді папам.
Сақал мұртты шапан киген кісіні көрген жоқпын. Бірақ тәуіп оқыды. Оқығанда мен емес, 3 литрлік бәңкіге су толтырып, соны оқыды. Сөйтті де әйеліме, осыны бір қасықтан күніне 3 мезгіл ішкізіп отырасың деді. Сосын тағы 5000 теңгемізді алып жөніне кетті. Мынаны ішкесін әйеліме де қарамай қалмаймын ба? Дегенем, жоға, оған қарайсың деді маған. Бір бәңкі су басыма бәле боп жабысты. Әйелім іштің ба деп қылқылдайды отырады. Қасықтап ішесің. Қалған өміріме жететін түрі бар. Ешкім жоқта кесеге құйып ап тартып жіберемін. Тартып жіберіп, айнаға қарайтынымды қайтесің? Өзгеріп жатқан түгім жоқ. Сол салбыраған қарын, әжім-әжім бет дегендей. Шашыма да ақ түсе бастаған ба қалай? Мұжырайған түрімді қызғанып жүрген жан-жарым-ай, сенде де еш жоқ-ау деп қоям ішімнен. Тәуіпке оқытылдым деп ұрғашыға қарамайтын еркек болушы еді. Сүзіліп қалатынымыз бар ғой, несін жасырам. Ол еруанда өзімнен үлкен әйел атаулыға осы емес пе екен деп дәмеленетінді шығардым масқара болғанда. Қайта бұрын жұмысыммен үйді ғана ойлайтын ем. Су ішкелі айналаға қарай бастадым ба, бірдеңе енді. Бәңкі таусылмай кеткесін әйеліме сен де іш дедім. Сағанда жасыл көмбіру қарап жүрмесін. Ақыры таусып тындық. Мен үйде қалдым. Онсыз да үйдемін негізі. Кейінірек естідім. Өлемнің әйелі де күңкілдей бастаған екен. Бөлем айтыпты. Жаным келсе, сол тәуібіңнің өзіне үйленіп алам. Ақыры бойдақ деп. Солақ екен, әйелі тәуіп құрбысымен ұрысып қалған ба, әйтеуір. Қазір араласпайды дейді білім. Тиын тұрмайтын тесік қалтамен жүрген еркекке мыстан да қарамайтыны анық. Қараса да желпілдей салатын жастан өтіп кеткем. Соңғы кезде өтен әйелді емес, тәуіпке кеткен 10 000 теңген көбірек ойлайтын болдым. Судың әсеріне сенімді болса керек, жан-жарымда үндемейді. Кейде іштей ойланам. Еркекті бөтен әйелге қаратпау үшін шарлатанға барудың қажеті шамалы. Жылы сөйлеп, жалынан сипап отырсаң болғаны. Шаршап келгенде шайыңды ысытып берсең, әкелерің шаршап келді, шуламаңдар деп балаларыңды тыйып отырсаң, айтқанына көне салсаң, азаматым-ау, бәрі сенің арқан ғой деп өтірікте болса алдай салсаң, барға мәзір жоққа қанағат қылсаң, түгін кетпейді. Бәрібір айланып келгенде сенің дегенің болары анық. Тек еркек байқұс өзін жарты патша сезініп, жалы күдірейіп қалады. Бар болғаны сол ғана. Үйде 3 күн жатып қалса, барсай деп далаға қуып, баратын жеріне енді жеткенде қайтсай деп звондай берудің түк те қажеті жоқ. Ығыры шыққан еркекті дүниенің тәуібіне оқытып, теңіздің суын ішкізсең де ұстап қала алмасың анық деп ойлаймын ішімнен. 3 литр суды қасықпен ішкенім есіме түссе, күйіп кетем, қайтейін.